Осы уақытқа шейін жасаған еңбегіңізді біз білмей қалар едік қой. Егер де сізді уақытысында баяғы 45 жасыңызда ма, 3-4 жасыңызда ма қасқыр жеп қойғанда. Тағдыр жақтырған шығар. Шешеңіздің сол қылығын есіңізге жия аласыз ба? Ол қасірет қой. Қасіретті көзбен көрместік. Көз байланып қалған кезде кеш болды. Көз жанып тұр. Шешем айқайлап тұр. Қызы қолында үлкен таяғы. Сол таяқтан алар жасқан. Кейін әйел екенін білген екен топырақ іше бастады. Мен қорыққаннан шешем көйлегін ішіне кіріп кетті. Етегіне. Айқайлап жатыр. Bir uақытта мен көтеріп алып жөнелді. Сөйтсем ана қыздың лақтырып еткенде, ана таласып жатқанда мен алғашқы. Сөйтіп ана қаққымыз екеумізде. Бұмыз үшеумізде жем болам. Ол кезде қасқырдың жейтіні жоқ. Мал біткен, адам жейтінге шыққан. Үшеумізді де жайратады. Тағдырдың әйтеуір бір кілтипаны болды. Содан қап кеттік.